Саламатсыздар ма балалар? Музыка сабағын бастаймыз. Бөлімі табиғат құбылыстары. Тақырыбы музыкадағы таң көрінісі. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты музыкалық көркемдеуіш құралдардың көмегімен әуеннің жанрын, көркемдік образдарын анықтау және салыстыру. Музыкалық шығарманың дыбыстауын түрлі орындауда тыңдатып, анықтау және талдау. Балалар, сендер әртүрлі музыкалық шығармамен таныстыңдар. Қалай ойлайсыңдар? Осы шығармаларды жазуға композиторға не әсер етті? Әрине, бірінші еске түсетін оның шығармашылық шабыты, өнерге, туған жеріне, табиғатына деген зор сүйіспеншілігі. Біздің туған жеріміздің әсем табиғаты, кең ауасы әрбір адамды өзіне тартады. Композиторлар жаны нәзік жандар. Біз табиғатқа деген, туған жерге деген сүйіспеншілігімізді сөз арқылы жеткізсек, олар музыка арқылы жеткізеді. Жақсы музыкалық шығарманы қай ұлттың өкілі жазса да, ол өзіне адамның жүрегін баурайды, сезімін толқытады, қуантады және мұңайтады. Модест Петрович Мусоргский 1839-1881 жылдары өмір сүрген орыстың ұлы композиторы. Псков жеріндегі Карьево ауылында дүниеге келген. Балалық шағын орманда, көл жағасында өткізген. Оның музыкадағы ең алғашқы ұстазы анасы болған. Кішкентай Модестке пианино аспабында ойнауды анасы үйретеді. Туған елінің табиғат көріністері, халық әндері бала жүрегінде ұзақ сақталып қалады. Кейін ол шығармаларында осы естеліктерді бейнелейді. Мәскеу өзеніндегі таң кіріспесінде арайлап атқан таңды бейнелейді. Бұлыңғыр күннің ашылуы, мұнаралардың біртіндеп көріне бастауы, әтештің шақыруы, таңның атқанын білдіргендей шіркеу қоңырауының үні естіледі. Күн сәулесін шашып, шіркеудің мұнаралары жарқыратып тұр. Кабаншина операсы Мәскеу мергендері көтерілісі туралы жазылған шығарма. Мәскеу өзеніндегі таң шығармасын ұсынамын.
жылдары өмір сүрген Норвегияның әйгілі композиторы, музыка қайраткері, пианист, дирижер. Оның шығармашылығына ерекше әсер еткен Норвегияның ұлттық мәдениеті. Грек жастайынан музыканы жақсы көріп өсті. Анасының көмегімен пианинода ойнауды үйренді. 14 жасында Лейпциг қаласындағы консерваторияға оқуға түсті. Эдвард Крик тек өз елінде ғана емес, бүкіл дүние жүзіне әйгілі композитор. Пер Гюнт сюитасы әлемге танымал шығармаларының бірі. Композитор өзінің туған жерінің табиғатын, таң шапағын осы сюитаның таң шығармасында музыкалық көркемдеуіш құралдардың көмегімен керемет суреттеген. Назарларына таң шығармасын ұсынамын. Осы екі шығарманы тыңдағанда көз алдарына қандай көріністер елестеді? Тамара. Табиғат құбылыстары, сұлу табиғат. Жарайсың. Мадис Мусоргскийдің қандай шығармасымен таныстық? Жанерке. Тамаша. Эдвард Криктің қандай шығармасымен таныстық? Диас. Деген шығармасымен таныстық. Жарайсың. Бүгінгі сабақты ата мекен әнімен қорытындылаймыз. Жас